турында. Өткен жылы біз дауыс берген съезді өткерген, кімдір Куркандардан, кімдір съездан Курката башқаларынан, біздің татар халқы арасында бұлашынды кішілер. Ол айтса, ол мәселе сара деп китарелер государство. Бір вақыт міне Туғантырға бұлышыға дегештен губернатор Титов приемныйында бірсе айтты. Вот сіздің коммунистларыңызды сайлады, сайлады коммунистларны оталарына ақшасыңыз деп. Біздің татар халқының арасында бір-біріміздің сатушылар баршылар. Андай нәрсе болмасын. Съезд деген нәрсе ұшам екен кімгедер. Это, башкача, это совещание по проблемам татарского народа. Совещание всех 4-5 наших организаций, включая ТУСЛ, которые против всего, как я понимаю. Вот давайте проведем просто совещание. Анда ауылдардың жерге керек, ауылдардан, әр ауылдан совещание по проблемам татарского народа. Ауылдарда қазір проблема, анда түгіл мектептер жолында. Анда башка проблема бар. Духовное состояние татарского народа. Бірнеше ауылдан сарашқаным бар, силашқаным бар, туғандар өзілер ұранда. Татар тілі хақында. А зачем нам татарский язык? Нам надо, чтобы учили русский язык, вот тогда будет что-то. То есть духовное состояние народа, называется это у русских духовный упадок. Духовный упадок. Вот над этим надо работать. А на шерга булдыра, конечно, Ильяс Гумирович. Аулардан кайсыбірсінде мектеп бар әлі, кайсыбірсінде председательский совет бар. Барысы да бірге жиылышып, бұл фикірлерді көтеруге керек, неше кішілерге екен білірге керек. Анда жерген атырсалмаған, анда халық ташалмаған. Халық ташалмаған. Бір кіші айтқан еді, народ, который может отстоять свои интересы, это народ. А те, кто не могут отстоять свои интересы, национальные интересы, это не народ, это множество людей просто. Вот. Так мектеп турында. Әлгі вақытта, бұрынғы вақытта күлінде, әлгі еларда. Біздің үш мектеп бар еді тағын, Яқылықтан башқа. 8-ші мектеп, Жоңғародокта, 10-ші мектеп, Приволжский районында, 2-ші мектеп. Неге алар ішлемей башладылар? Біріне причина бар еді. 8-ші мектеп ішлерге тұнды, анда менің туғаным Чувашиядан келген қыз ішлейді. Ол татар тілін алып барайды. Анда ол жырлар dilерін организовать еткенде ол кетті Самарадан. Ол группа тамамланды. 10-ші мектепте Ерге Садулла Гатиндар ішілер еді. Дамбергерушілігі башталар. 85-ші марата ғой. 85-ші, да? 10-ші қаршысында. Ну, алар бір елінде. Жарты ел мен Горануға ерідім. Аларға ақша түлерге дейді. Наконец, ярты ел өткеннен соң ақша түлерге дейді. Кірттілер аларға только с условием, что квалификационную комиссию они должны пройти. Алар айтылар, біз сентябрьде өткен едік. Бұл біздің оскорбление, больше ішләнгедіз. Шunu біле тәмамланды. Осыны біле бірінші біздің мектеп турында қайғыртады. Бірінші қайғыртыға керек, оқытушыларымыз бар ма жетерлік? Ол мектепке баруға, бұл мектепке баруға, ішлерге, қайсына барушыларға. Біздің оқытушыларымыз жетерлік дәнерін жоқ. Или Həzir yapılıb daşlayan okutuşçularga doполнительный isteme iş birliğe gerek, Allah biləsilere gerek, sualları buldaralar okutarga. Birinci vakitini o pek ağır bulağı, emin okutuşçular hakkında. Mine bu yaptılık mektebini açkanda birinci niye yaşam mektebinden başladı? Чтобы все проблемы открылись. Все проблемы открылись, как решать. Потому что прыгнуть сразу на 9-й этаж невозможно. Надо пройти первую ступеньку и понять, где там высажены, можем ли мы шагать по этим ступенькам. Вот что, эти проблемы надо üdərüçün, buldırırüçün, все-таки совещание керек было. Я разорился, этими съездами, так что кішілік оқытырға. Совещание.
Ну, кашо чудак бардыр, аларда, может быть, дух татарского нет. Многих из них я вижу. Евгений Иванович, они зовут иногда. Поэтому татарский дух, наверное, довольно-таки заслушает в этих людях. Ну, это как совещание или как-нибудь в мягкой такой форме.